2020 жылы 24 қарашада Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылып, көп деңгейлі ауқымды жұмыстарды атқарды. 2020 жылдың 23 желтоқсанында саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау бойынша мемлекеттік комиссияның жұмысын сүйемелдеу мақсатында жобалық кеңсе құрылды. Жобалық кеңсені танымал заңгер, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері бойынша саналы ғұмырын зерттеу жұмыстарына арнаған Сабыр Ахметжанұлы Қасымов басқарды. Мемлекеттік комиссияның жұмысын ғылыми-аналитикалық тұрғыдан сүйемелдеу, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында Астана қаласында Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының филиалы құрылды. Мемлекеттік комиссия жұмысы барысында көп деңгейлі, ауқымды, көптеген жұмыстар атқарылды. Комиссияның негізгі мақсаты саяси қуғын-сүргін құрбандары бойынша толық ақтау процестерін жүргізу, ақталмаған тұлғаларды ақтау, саяси ақтау және тағы басқа көптеген мемлекеттік комиссияның мақсатына сәйкес зерттеулерді жүргізу болды. Мемлекеттік комиссия жұмысы барысында 52 том құжаттар жинағы, естеліктер жинағы жарық көрді. 20 том қуғын-сүргін құрбандарының ұрпақтарының естеліктері жинақталды. Осындай көптеген жұмыстар атқарылды. Комиссия жұмысы тоқтағаннан кейін 2024 жылы қазан айында Қазақстан Республикасының үкіметі саяси қуғын-сүргін құрбандарының ақталмаған тұлғаларын одан әрі ақтау жұмысын жалғастыру мақсатында ғылыми мақсатты бағдарламалық қаржыландыру бөлді. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының негізгі және кіші санаттарын іргелі зерттеу және толық ақтау процестері деп аталатын мақсатты бағдарламалық қаржыландыру аясында 2024 жылы 13 том құжаттар жинағы жарық көрді. Одан кейін осы үстіміздегі жылы 2025 жылы 10 том архив материалдары мен естеліктер жинағы даярланып баспаға тапсырылды. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау процестері 4-5 жыл зерттеу жұмыстарымен шектелмейді. Бұл мәселе 30-40 тіпті 50 жылдық ғылыми зерттеу жұмыстарын талап етеді. Себебі большевиктер, яғни кеңес үкіметі құрылғаннан бастап, 1917 жылдан бастап, совет үкіметі құлағанға дейін халқымыздың басынан шеккен қасіреті өте ауқымды, өте зор. Большевиктік сталиндік билік ең алдымен өзіне қарсы демократиялық пиғылдағы, демократиялық мақсаттағы зиялылардың көзін жойды, яғни алаш зиялылардың көзін жойды. Одан кейін діни сенімдегілерді, діни тұлғаларды қудалады, толық қоғамнан аластатты, ишандар мектебін жойды. Рухани болмысымызға жойқын шабуыл жасалды. Бұрыннан келе жатқан дәстүрлі шаруашылықтың іргетасын бұзды. Яғни кеңестік кейіптегі адамды қалыптастыру мақсатында ауқымды революциялық халыққа қарсы бағдарламаларды саналы мақсатты түрде жүргізді. Нәтижесінде ауылдар сандармен таңбаланды, адамдар антикеңестік ниеттері, антикеңестік іс-әрекеттері үшін жазықсыз сотталды. Бір сөзбен айтқан кезде заңсыздықта шек болмады. Осы себептен жоғарыда аталған мақсатты қаржыландыру аясында кіші қазан деп аталған тарихта Қазақстанға Филипп Голощекиннің басқарған уақытындағы, яғни Филипп Голощекин басқарған жылдардағы кіші қазан халыққа қарсы революциялық зорлық-зомбылық саясатын, бағдарламасын түбегейлі іргелі зерттеу біздің тарихшылардың мақсаты. Тек қана тарихшылардың емес, бұл мәселені зерттеуде заңгерлер, философтар, мәдениеттанушылар, осындай көптеген гуманитарлық ғылымның саласының өкілдері тартылуы тиіс. 2024 жылдан бастап дінтанушылар, философтар, заңгерлер, көптеген ғалымдар осы ғылыми жоба аясында еңбектенуде. Тарихта кіші қазан деген атаумен қалған Филипп Голощекиннің Қазақстанды басқарған жылдары 1925-1930 жылдары халықтың басына түскен қасірет өте ауқымды, айтып жеткізе алмаймыз. Халықтың барын тартып алғаннан кейін
халық ашаршылыққа ұшырады. Өмір сүру құқығынан айырылғаннан кейін, яғни өмір сүруге қажетті ешқандай да азық-түліктің болмауынан, әртүрлі салықтар, бүкіл халықтың қолындағы барды тартып алу салдарынан халық көтеріліске шықты. Архив қойнауларында аштан өлгенше соғысып өлек деген деректер өте мол. Қазақстандағы кіші қазан қасіретін ғылыми тұрғыдан, ақиқатты тұрғыдан зерттеу қажет. Кіші қазан қасіретін зерделегенде, шынайы зерттегенде, ашаршылықтан қырылған адамдардың саны, ауылдардың саны жойылған, көптеген мәселелер анықталады. Кіші қазан халыққа қарсы бағдарламасы шеңберінде 15-тен аса компанияны зерттеп, ақиқатты тұрғыдан зерделеп, бүгінгі күн талабымен ғылыми айналымға енгізу тарихшылардың, философтардың, дінтанушылардың, көптеген ғалымдардың міндеті. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның жобалық кеңсесі осы кіші қазан халыққа қарсы бағдарламасы шеңберіндегі саясатты, оның зардаптарын толыққанды зерттеуді қолға алды. 2025 жылы 17 қазанда осы тақырыпқа арнайы республикалық деңгейдегі конференция өткізіліп, еліміздің түкпір-түкпірінен ғалымдар қатысып, өз пікірлерін, тұжырымдарын ортаға салды. Сондықтан да кіші қазанды толыққанды іргелі зерттеу жобалық кеңсенің негізгі басты жұмысы болып отыр. Мемлекеттік комиссияның жобалық кеңсесінің аясында бізде арнайы сайт бар. Сол сайтта 100 мыңдаған адамның мәліметтер енгізілген, яғни ол мәліметтерде саяси қуғын-сүргінге ұшыраған тұлғалардың аты жөндері, қандай да бір архив деректері толық енгізілген. Сонымен қатар саяси қуғын-сүргін құрбандарын мен зардап шеккендерге қатысты арнайы журнал бар. Ол журналда құрбандар мен зардап шеккендерге қатысты ғылыми мақалалар жарияланады. Журнал жылына 4 рет жарық көреді. Журнал арнайы сайтта тіркелген. Ол сайттың атауы ememere.kz. Миллиондаған құрбандар, зардап шеккендер тарихи әділеттілікті күтуде. Ақталмаған адам көп. Себебі көтеріліске қатысқан адамдардың басым көпшілігі ақталмаған. Аталарын іздеген адам өте көп. Күн сайын аталарын іздеген адамдардың хаттары жобалық кеңсеге ағылып келеді. Бұның барлығы большевиктік сталиндік биліктің заңсыздығын, қатыгездігін, жауыздығын, адам құқығына қарсы жүргізген саясатын, сол саясаттың зардаптарын дәйектейді, анықтайды. Сондықтан да біздер қазіргі ұрпақ, тәуелсіз елде өмір сүрген бақытты ұрпақпыз. Біздің басты парызымыз, міндетіміз жазықсыз құрбан болған, жазықсыз зардап шеккен, жазықсыз қуғын көрген аталарымызды, әжелерімізді ұлтына қарамай, дініне қарамай толыққанды іздеп, қайда қалай жазаланғанын, не себепті жазаланғанын ақталмаса ақтап, барлығын толыққанды анықтап, іргелі зерттеп, оларды кітап бетінде қалдырып, кейінгі ұрпаққа аманаттау біздің адамгершілік тұрғысынан, адами перзенттік парызымыз. Мемлекеттік мүдде тұрғысынан біздің жасайтын басты қызметіміз. Сондықтан да жазықсыз қудаланғандарды, жазықсыз құрбан болғандарды, зардап шеккендерді толық ақтап, тарихи әділеттілікті қалпына келтіруге өзіміздің үлесімізді толыққанды қосуымыз қажет.